Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен бірге әдеттегідей мен Жандос Меңдешұлы. Бүгін біздер сіздермен бірге презентацияны генерациялауға арналған жаңа нейрожелімен танысамыз. Бұл нейрожеліні мен жұмыс жасау үшін менімен бірге қайталап отырсаңыздар болады. Өзіміздің браузеріміздің іздеу жолағына осы нейрожелінің атын жазамыз, яғни ол SlideSpeak AI деп аталады. Осы нейрожелінің атын жазып, іздеуді батырмасын басамыз. Сол кезде бізге осы нейрожелі төменде көрсетіліп тұрған нейрожеліге бассаңыздар болады. Әрине бұл ағылшын тіліндегі нұсқасы шығады сіздерге. Ол үшін біздер яғни мына жердегі браузеріміздің үстіндегі аударманы пайдалансақ болады. Қазақша, орысша немесе осылай оригинал ағылшын тілінде жұмыс жасай берсек болады. Бұл жерде мен жаңа логинмен кірдім. Мен логинмен шығып кетіп көрсетейін сіздерге. Жаңа аккаунт осылай, сіздерде осылай шығады. Және бұл жерде Google арқылы жалғастыру деген батырманы басып, өзіміздің Google аккаунтымызбен кірсек болады. Енді презентацияны қалай жасаймыз? Бұл жерде екі нұсқасы тұр, мына қазақшаға аударып көрсетейін сіздерге. Бұл жерде жасанды интеллект көмегімен презентация жасаңыз, немесе қорытындылау, немесе құжатпен сөйлесу деген бар. Яғни бұл жерде әртүрлі құжаттарды талдауға болады. PDF, мысалы тағы да басқа документтерді. Бұл жерде жаңа PDF немесе Word құжаттарды, презентацияларды жасанды интеллект көмегімен құрастырамыз. Яғни бұл жерде бізде екі нұсқа шығады. Құжат арқылы жасау презентацияны, немесе тақырыптан жасау. Біздер енді бұл жерде көбінесе тақырыппен қарастырамыз. Бұл жерде мысалға тілді таңдау бір қуанышты жаңалық. Бұл жерде де бізде Gamma App'тағыдай қазақ тілі бар. Қазақ тілін таңдаймыз қазір. Орал қазақ деп тұр екен. Қазақ тілі ұзындығы сосын презентацияның, ол ақпараттық слайд болса 8 беттен 12 бетке дейін. Мысалға ақпараттың сипаттары, немесе жай ғана мен ақпарат деп жазатын болсам қазір. Мысалы информатиканың бір тақырыбы, осыған сәйкес құжатты қосуымызға болады. Кеңейтілген параметрлері любой таңдасаңыз болады. Мен кәсіби таңдайын. Мәтіннің көлемі қысқаша болсын. Енді мен презентацияма мазмұны керек емес, динамик жазбаларын қосу керек болса қосуға болады. Мен әзірге жасамай, осылай ғана жай ғана жасауды көрсетейін сіздерге. Бізде енді 8 беттен 12 бетке дейін ақпарат дейтін презентацияны жасаңыз дедім. Маған осындай тақырыптар шығады бірнеше секундтың ішінде. Осы жерден кеңейтілген параметрлерді қарап, осы жерден келтіруге болады, немесе презентацияны құрастыру дейтін батырманы бассақ болады. Негізі осындай нейрожелілермен жұмыс жасаған кезде оригинал, яғни ағылшын тілінде жұмыс жасаған қолайлы, тиімдірек. Енді бірақ түсінбесеңіз қазақ, орыс немесе тағы да басқа тілдерге ауыстырсақ болады. Осылай аздаған уақыт күтеміз. Біздерде 30-40 секунд ішінде қазақ тіліндегі кем дегенде 8 слайдтан тұратын жаңағы презентация дайын болады. Бізде 1-2 минут күтіңіз дейтін шықты. Мен өткен жолғы сабақта сіздерге Gamma App деп аталатын нейрожеліні көрсеткен болатынмын. Бұл нейрожелі де дәл сол Gamma App сияқты жұмыс жасайды. Міне 30 секунд ішінде бізге осындай тақырып дизайнда ұсынып отыр. Ақпарат дегеніміз не? Ақпараттың түрлері, мәні мен құндылығы, ақпараттың көздері, өңделуі, ақпараттық технологиялар, таралуы мен қауіпсіздік деген сияқты 9 беттен тұратын негізгі презентацияны ұсынды. Негізгі беті 8, біріншісі бет тақырыптық бет қой. Бұл жерге өзіміздің фотомызды қойсақ болады, өзгертсек болады, ішіндегі тақырыптарды, сөздерді, дизайнын, немесе бұл жерден де басқа дизайндарды таңдасақ болады. Сонымен қатар мен жерде редактировать етуге арналған көптеген мүмкіндіктер бар. Енді бұны сақтап алу үшін біздерде презентация форматында, PDF форматында және де Google слайдқа экспорттауымызға болады. Немесе оқушыларға осылай әлеуметтік желіге жариялап, яғни желіге жариялап сілтемесін жіберсек болады. Немесе осы жерден презентацияны қосып та онлайн түрде ештеңеге сақтамайды көрсетуге болады екен. Осындай мүмкіндіктері бар. Сіздермен болған мен Жандос Меңдешұлы. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.